Саламатсыздар ма, құрметті достар. Енді жеке кабинетпен жұмыс жасаудың тағы да бір жолы тапсырыс беру. Мен қазір сіздерге ноутбукпен қалай тапсырыс беру керектігін түсіндіріп өтетін боламын. Жеке кабинеттеріңізге кіргеннен кейін жоғарғы жағында оформить заказ деген бөлімі бар. Ол жерде каталог бойынша беруге болады, және де артикул бойынша беруге болады. Біз артикул бойынша таңдаймыз. Одан кейін өзіңіз тапсырысты қай офиске бергіңіз келеді, сол офисті таңдайсыз. Оны посмотреть все возможные места дегеннен қараймыз. Өзіңізге қай офис ыңғайлы, соны таңдап аласыз. Мысалы, былай таңдаймыз. Таңдағаннан кейін продолжитті басамыз. Продолжит басқаннан кейін осындай тапсырыс беретін беті шығады. Заказ товаров деген жерге заказ тапсырыс беретін заттың, өнімнің артикулын жазамыз. Мысалы, средства для духовок деп таңдаймыз. Бұл жерде біреу немесе екеу, 10 керек па, плюс арқылы таңдап отырамыз. Ал екеу керек болса, минусты басып азайтып отырамыз. Добавить дейміз. Мысалы, кейбіреулер артикулын білмеген жағдайда, ол кезде, мысалы, крем деп жазамыз. Енді бізге крем қажет болды дейік. Крем для лица деп тереміз. Сол кезде кремдердің түрлері шығады. 35 плюс керек па, 45, 55 жастан жоғары керек па, активный крем керек па, осыны осылай, ночной крем керек па, осы жерден таңдаймыз. Бұл жерде де жаңағыдай неше дана керек, соны тереміз. Мысалы, 2 дана дейік. Мына жерде айтып өтетін жағдай, набор кремов, крем дневной и ночной 2349 теңгеге деп акция жүріп жатыр екен. Соған байланысты осы акциямен алу үшін біз, мысалы, крем ночной заказ беріп отырық па, енді дневнойын қоссақ, бізге 2349 теңгеден келеді екен. Оның артикулы мінеке мына жерде жазылып тұрады. Нөл 237. Мінеке наборын біз 2349 теңгеден аламыз. Бұлайынша бір данасы 1409 теңгеден келеді. Өз бағасымен 1127 теңге болады. Үсті корзинамызға салып отырамыз. Корзинаға мінеке дневной крем, ночной крем және средства для духовок. Мына жерде неше штук заказ бергеніміз. Мына жерде каталог бағасы, мына жерде 20% скидкамен бағасы жазылып тұр. Және де балдары. Енді келесі страницаға өтеміз. Ол страница біздің промо страница деп аталады. Мінеке промо страница. Бұл жерде яғни акциялар, распродажалар, каталогтер алуға болады. Мысалы, біз бонус бойынша жаңағыдай для губ оттеночный бальзам алайық. Әр түрінен бір штуктан. Бір штуктан келмейді екен, өткені бізге всего разрешено 1 деп жазылып тұр. Сол себептен біреуін ғана таңдаймыз. Мысалы, для самой нежной деген Beauty Cafe парфюмын алайық.
Бұл жерде де бір штук алуға рұқсат берілген, сондықтан біреу деп таңдаймыз. Үстіп распродажа, бонус, акциядан заттарын осы жерден таңдаймыз. Міндетті түрде соңғы жағында применить изменение деп басуымыз керек, немесе подтвердить деп. Оны баспасақ заказымыз қосылмайды. Бұл жерде тағы да айтат кететін каталогтар. Келесі каталог жаңадан болатын каталогты заказ беруіңізге болады. Яғни автоматты түрде қосылады. Егер қажет емес десеңіздер, удалить дегенді басуға болады. Бұл жерде бізге қажет. Применить изменение деп басамыз. Басқаннан кейін осы тапсырыстарымыздың барлығы міне корзинаға салынып квитанция шығады. Осы жерден біздің таңдаған заттарымыздың барлығы бар ма, бағасы жаңағыдай акциямен ба, жеңілдікпен тұр ма, соны қарап шығамыз. Мына жерде балдары шығады. Каталог қызыл түспен боялған каталог бағасы мына жерде 20% скидка немесе 26% скидкамен шыққан бағасы. Акцияда тұрған заттар, өнімдер осындай көк түспен белгіленеді. Итого каталог бойынша бағасы 5644 теңге болып тұр. Өз бағасымен, яғни скидка бағасымен 4538 теңге, 11 балл, 11-де 48 балл шығып тұр. Егер жаңағыдай біз шаг подаркілерін, стартовый программа орындап жатсақ, ол кезде бізге 12500 теңгеге толтыру керек болады. Сол себептен біз артқа қарай шығамыз. Өткені біздің тапсырысымыз толмай тұр, соған байланысты кері шығып, қайтадан өнімдер қосамыз. Мысалы, 4-еу, сывороткадан 4-еу қостым. Енді мінеке каталог бойынша 14172 теңге шығып тұр. Бірақ бұл бірінші страницада қымбат бағамен шығады. Акциямен бағасы келесі страницада шығады. Мінеке жаңағы бонустан қосылған заттарымыз бар, соның барлығын қосқанда 15050 болды. Яғни шактың подаркасын орындап отырмыз. Шактың условиясын дегенім. Продолжить деп басамыз. Фаберлик клуб. Фаберлик клубта сізде бонустарыңыз болса, кері қайтып Фаберлик клубқа заттар таңдауларыңызға болады. Бірақ қазір бізде каталог кеше басталғандықтан қазір доступ болмай тұр. 3 каталог басталғаннан кейін, 3 күннен кейін, және каталог басталғанға дейін 3 күн бұрын Фаберлик клубқа доступ болмайды. Сол себептен 2-3 күннен кейін заказ беруімізге болады Фаберлик клубтың заттарын. Осылай тапсырыс береміз. Продолжить дейміз. Мінеке, енді уже 3-ші утверждение заказа, 3-ші страницасы. Бұл жерде уже скидкамен, жеңілдікпен, акциямен барлық өнімдер нағыз бағасы шығады. Мінеке, каталог бойынша 15050 теңгеге заказ беріп тұр екенмін.
скидкамен 12.064 теңге болды, 31 балл. Мына жерде квитанциясы, мінеке, транспортный сбор 1100 теңге и утвердить деп басамыз. Осылай заказымыз кетеді. Ал егер тағы да бір затымыз қалып қоятын болса, вернуться деп кері қайтып, мына жерлерде қосатын өнімдерімізді тағы да қосып жіберуімізге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.